Ассалаумағалейкум достар. Бүгін бізде TaskPay деген сайтты көрсететін боламын. Бұл жерде тоже андай SocPublic деген сияқты сайттардан ұқсайды. Мына жақта информациялар көрсетіліп тұр сайт туралы. Мына жақта задание орындайсыздар, ақша табасыздар. Жай ғана баяғыдай, как обычно, Instagram, ВК, ютубтарға подписаться етіп, лайк басып дегендей. Және мына жақта ең көп ақша тапқан адамдардың аккаунттары көрсетілген. Мына жақта простой заданияларға және соцсеттерге орындаған үшін қандай ақша табатын тұрады. Осылай сайт және зарегистрироваться дегенді басып, почта немесе ВК, Google аккаунтпен кірсеңіздер болады. Менде кіріліп тұр, сол үшін мен өз аккаунтыма кірдім. Және менде қазір счетта почти 3 рубль тұр. Міне шеттен биржа задание басып, новое задание деген кіреміз. Және жақта фильтрлар бар. Рейтинг бойынша, ақшасы көп бойынша қалып қоюға. Және шет жақта тоже фильтрлар бар, сортировка жасауға. Именно өзіңіз керек тапсырмаларды белгілейсіз. Көбінесе ең оңайлар сол соцсеттегі Instagram, соларға лайк басу. Міне мына жақта описание задачи дегенге не істеу керек екенін тұрады. Мысалы мына жақта міне YouTubeға лайк бас деп тұр. Мысалы мына жақта Instagramға және үстінде көріп тұрғаныңызда 293 адамға берген. Жаңағы тапсырма беріп отқан адам 293 адамға төлеген. 43-і, 48-і әлі тексерісте. Міне осы жерден тапсырманың описаниясын оқисыздар. Сол үшін міне астында лайк басып, потом өзің Instagramның никіңді жазып кету керек. Потом өзі тексереді жаңағы тапсырма берген адам. Ал және міне оп-оңай тоже ВК группаға тіркелу. Міне шет жақта выполнить задание деген бар, соны басасыздар. Сосын мне перейти на страницу задания. И мне группаға тіркеліп, және жан жақта тек сенің кіргеніңді білу үшін, ана жақта подтверждение үшін, сен өзіңнің аккаунтыңның ссылкасын сұрап жатыр. Сол үшін өзіміздің страницамыздың ссылкасын алып кетеміз. Кетіріп берсек болады. Және ана жаққа отчет ретінде қойып қоямыз. Потом уже 1-2 күннен кейін, может быть 1-2 сағаттың ішінде ол жаңағы тексеретін адам байланысты. Міне 3600 адамға ақша төлеген. Солай міне. Және де ақшаны қалай шығару. Және мына жақта ақшаны қалай шығарамыз дегенсін болсаңыздар, баланстың үстін басып, мына жақта PR-ге және Kiwi-ге шығаруға болады. Бірақ Kiwi-ге тек сенде идентификация ғана болса шығарады, а то былай отмена қалып тастайды. Сол үшін PR-ге шығарып, потом PR-дан кейін обменниктермен Каспи-ботқа шығарсаңыздар болады, или Kiwi-ге сол жерден аударсаңыз болады. Және мына жақта минимум 7 рубль.